Қайырлы күн, қымбатты білімгерлер. Біз бүгін мектепке дейінгі және бастауыш мектеп психологиясы пәнінен 11-ші дәрісімізді бастаймыз. Біздің дәрістің бүгінгі тақырыбы оқу іс-әрекеті, бастауыш сынып білім алушысының жетекші әрекеті деген тақырып. Жоспарда 5 сұрақ қамтылған. Осы қамтылған сұрақтарға бүгін дәрісімізде толық ашамыз. Олай болса, біз алдыңғы 10-шы дәріске шолу жасап өтетін болсақ, 10-шы дәрістің тақырыбы бізде бастауыш мектеп жасындағы балалардың эмоциялық еріктік даму ерекшеліктері болған болатын. Оның мақсаты осы эмоциялық еріктік ерекшеліктері дегеніміз не, және де оған әсер ететін факторлар, сондай-ақ оларды дамыту жолдарын қарастырған болатынбыз. Енді ондай болса, 11-ші дәрісімізді бастайық. Осы бастауыш мектеп кезеңі баланың тұлғалық, танымдық, ерік-жігерлік және эмоциялық дамуы қарқынды жүретін кезең болып табылады. Жетекші әрекет дегеніміз не? Оған біз анықтама беріп кететін болсақ, бұл белгілі бір жас кезеңінде баланың психикалық дамуын айқындайтын, тұлға аралық қарым-қатынастарына және жаңа психикалық құрылымдардың қалыптасуына шешуші ықпал ететін іс-әрекеттің түрі болып табылады. Сол сияқты жетекші әрекет бұл баланы белгілі бір жас кезеңдегі психикалық дамуының негізгі өзгерістері мен жаңа құрылымдарын тудыратын, сонымен қатар жеке тұлғаның мұқтаждарын қанағаттандыруға және танымдық процестерін қалыптастыруға бағытталған іс-әрекет түрі. Жетекші әрекет ұғымы келесі бізде психологиядан, яғни ресейлік психологтар Выгодский, Эльконин, Леонтьевтер бұл жетекші әрекет туралы анықтамаларын, тұжырымдамаларын берген болатын. Яғни олар баланың санасын дамытатын, оның психикалық функцияларын жетілдіретін, сол сияқты әлеуметтік тәжірибені игеруін қамтамасыз ететін негізгі іс-әрекетінде қарастырады. Баланың дамуында осы жетекші әрекет ауысып отырады. Оны қалай түсінеміз? Ең бірінші біз өттік алдыңғы дәрістерімізде осы мектепке дейін кезеңде ең бірінші ойын әрекеті ол жетекші болатын болса, бастауыш сынып жасында оқу іс-әрекеті жетекші. Ал енді жеткіншек жаста ол әлеуметтік пайдалы және қарым-қатынас әрекеті жетекші болып табылады екен. Келесі біздерде, яғни бұл кезеңде оқу іс-әрекетінің жетекші болуы, бұл дегеніміз баланың өміріндегі әлеуметтік статусындағы, яғни оқушы рөліндегі, қарым-қатынас жүйесіндегі, сол сияқты сана сезіміндегі түбегейлі өзгерістермен байланысты болады. Оқу іс-әрекеті дегеніміз не? Ол оқу міндеттерін шешу процесінде теориялық білім мен іс-әрекет тәсілдерін игеруге бағытталған адам қызметінің негізгі түрлерінің бірі. Ал енді осы оқу танымдық іс-әрекетті жүйелі түрде жүзеге асыру оның субъектілерінде теориялық сана мен сол сияқты ойлаудың қарқынды дамуына ықпал етеді, және оның негізгі компоненттері мазмұнды абстракциялау, жалпылау, талдау, жоспарлау және рефлексия болып табылады. Оқу іс-әрекеті баланың қоғамдық тәжірибені игеруінің негізгі формасы болып табылады, және де осы оқу әрекеті саналы түрде білім мен іс-әрекет тәсілдерін игеруге бағытталады негізінде. Бұл кезде бала, өздеріңіз білесіздер, бір бастауыш сыныпқа келгенде, яғни бірінші сыныпқа келгенде не істейді? Оқушы рөлін қабылдайды. Содан кейін барып ол өз іс-әрекетіне мақсат қоя бастайды. Және де мектептің ережелерін сақтайды, өз әрекетінің нәтижесін бағалауды үйренеді. Жетекші іс-әрекетте бала ең бірінші танымдық қызығушылығын дамытады. Одан кейін барып ерік-жігерін, жауапкершілігін қалыптастырады, сол сияқты әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз етеді. Оқу іс-әрекеті бастауыш сынып жасындағылардың негізгі жетекші әрекеті ретінде, яғни алғаш рет арнайы ұйымдастырылған танымдық әрекетке, яғни оқуға қатысады. Бұл кезде Элькониннің
айтуынша оқу іс-әрекеті баланың психологиялық дамуының негізгі болып табылатындығын атап өткен. Яғни бұл білім алушы осы кезде тек білім алу құралы ғана емес, тұлғаның интеллектуалдық, моральдық және әлеуметтік дамуының басты факторлары болып табылады. Енді оқу іс-әрекетінің жетекші болу себептеріне келетін болсақ, ол ең бірінші жаңа әлеуметтік роль, яғни оқушының рөлі қалыптастырады. Келесі танымдық процестері, зейіні, есі, ойлауы, сөйлеуі, қиялы дамиды баланың. Одан кейінгі өз бетімен жұмыс істеуі, мақсат қоюы, өзін-өзі бағалауы қабілеттері қалыптаса бастайды біртіндеп. Келесі біздерде мұғалім мен құрдастар арасындағы қарым-қатынас жүйесі өзгереді. Одан кейін барып осы балаларда жауапкершілік пен ерік сапалары қалыптаса бастайды, күшейеді десек те болады. Содан кейін барып бастауыш сынып оқушысы осы оқу тек бала үшін міндет емес, ол балаға осы әлемді, өзінің қоршаған өмірді жаңағыдай тануы, білуі және де өз мүмкіндіктерін ашуы болып табылады. Оқу іс-әрекеті баланың қоғамдық тәжірибені игеруінің негізгі формасы болып табылады. Яғни баланың ойлауы, қиялы, есте сақтауы, зейінін дамытуда, дүниетанымын қалыптастыруда оқу әрекетінің атқаратын рөлі өте ерекше. Яғни оқу іс-әрекеті бұл мазмұны ғылыми ұғымдар саласындағы жалпыланған әрекет тәсілдерін меңгеруден тұратынын және де жеке тұлғаның өсуі мен жетілу мотивтерімен, яғни өзгеріс әкелу, ақылдырақ болғысы келу сияқты мысалдармен келтіргім келіп отыр, қозғалатын іс-әрекеттің түрі болып табылады. Басты ерекшелігі, нәтижесі тек яғни білім алу ғана емес, оқушының өзінің өзгеруі, яғни оның танымдық қабілеттерінің дамуы болып табылады. Бұл жерде ресейлік ғалым Давыдов оқу іс-әрекетінің құрылымына және оның мақсатына терең назар аудару қажеттігін атап өтеді. Яғни ол оқу іс-әрекеті бұл арнайы оқытушы, яғни мұғалім қойған міндеттерді шешу үдерісінде сыртқы бақылау мен бағалау негізінде, яғни жалпыланған оқу әрекеттерінің тәсілдерін меңгеруге, өзін-өзі дамытуға бағытталған субъектінің, яғни субъект деген ол оқушының әрекеті, бұл бақылау мен бағалау біртіндеп өзін-өзі бақылау мен бағалауға ұласады. Оның басты ерекшелігі оқушылардың тек фактілерді емес, іс-әрекеттің жалпы әдісін меңгеруіне алып келеді. Яғни басымдық береді десек те болады. Енді осы іс-әрекет теориясының негіздерінің қалаушылардың бірі Леонтьев оқуды жеке іс-әрекет түрі ретінде қарастырғанмен бірге, оның жалпы іс-әрекетке қатысты тұжырымдары осы оқу іс-әрекетінің негізін түсінуге негіз болып табылады. Яғни іс-әрекет дейді, бұл жеке тұлғаны дейді, қандай да бір мотивпен анықталған және қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған яғни әрекеттер болады. Бұл дегеніміз оқу іс-әрекет контекстінде мотив, білім алу қажеттілігі, яғни мақсатқа, содан кейін барып бағытты әрекеттер, оқу әрекеттері арқылы жүзеге асатындығын атап өтеді. Енді мына Габайдың анықтамасы бойынша осы оқу іс-әрекеті дейді, бұл қатысушылардың дейді, бірінің тәжірибе алуына дейді, яғни білім, білік, дағдыны әдейі бағытталған әрекет деп атайды. Ол танымды қамтамасыз ете отырып, оны тікелей немесе негізгі өнім ретінде беретінін атап өтеді. Олай болса, бастауыш сынып оқушысы үшін оқу іс-әрекеті жаңа әлеуметтік орын ретінде, яғни бала мектеп табалдырығын аттаған сәттен бастап оқу оның басты міндеті және әлеуметтік мойындау құралына айналатынын, және де бұрынғыдай енді ойын емес, енді оқу құрдастары мен еңбектер арасындағы, ересектер арасындағы бағалаудың негізгі критерий ретінде көрсетеміз бұл жерде. Ал енді психикалық дамудың қозғаушы күшіне келетін болсақ, оқу іс-әрекеті барысында бала ғылыми білімдерді, сол сияқты біліктерді және дағдыларды меңгереді. Бұл үрдіс теориялық ойлаудың бастауын қалыптастырады, ырықты
зейінді, есте сақтауды және рефлексияны дамытады. Келесі бізде өзін-өзі бақылау, өзін-өзі бағалау қабілеттерін қалыптастырады. Оқу іс-әрекетінің құрылымына келетін болсақ, психологтар оқу іс-әрекетінің құрылымын бірнеше негізгі компоненттер арқылы түсіндіреді. Оқу іс-әрекетінің негізгі құрамдас бөліктері ол мотив, яғни оқу мотивтері, оқушыны оқуға итермелейтін себептер десек те болады. Ол танымдық қызығушылық, яғни баланың жаңа білім алуға деген ұмтылысы, әлеуметтік мотивтер, мұғалімнің мақтауына, құрдастарының мойындауына ұмтылуы. Келесі ішкі мотивтер, оған өзін-өзі дамытуы, табысқа жетуі жатады. Келесі біздерде оқу міндеттері мен мақсаттар. Ол дегеніміз оқушының нақты әрекеттер нәтижесіне жету бағытындағы мақсаттар. Мысалға келтіретін болсақ, мысалы, яғни есеп шығару, сонымен бірге жаңағыдай тапсырмаларды өз уақытысында орындау жатады. Келесі біздерде оқу әрекеттері мен операциялары. Ол дегеніміз оқу міндетін орындау барысында жүзеге асатын нақты іс-әрекеттер. Яғни таңдау, салыстыру, жалпылау, қорытынды жасау, талдау жатады бұған. Сонымен бірге оқулықтармен, құралдармен жұмыс жасау, оқулықпен, дәптерлермен, құралдармен жұмыс істеу жатады. Оқу іс-әрекеті бастауыш сынып білім алушысының тұлғалық және психикалық дамуына жан-жақты әсер етеді. Оның біріншісі интеллектуалдық даму, яғни теориялық ойлардың қалыптасуына, заттардың, құбылыстардың сыртқы белгілеріне емес, яғни ішкі байланыстарына, мәніне назар аударуды үйретеді. Ал енді танымдық үрдістердің ырықтылығы, яғни зейіні, есте сақтауы, қабылдауы үрдістері енді ерік-жігердің бақылауына өтеді. Бұл кезеңде ол бала қажет болғандықтан зейін қоюды, керек болғандықтан есте сақтауын үйренеді. Келесі бізде тұлғалық дамуына келетін болсақ, бұл жерде жаңа әлеуметтік рөлдерді меңгереді. Ол білім алушының рөлі, жауапкершілік сезімі, міндетті орындау қажеттілігі қалыптасады. Сол сияқты мақсатқа жету үшін кедергілерді жеңу, ұстамдылық, табандылық сияқты қасиеттер қалыптасады. Және де өзіндік сананың қалыптасуы бойынша өзін-өзі бағалауы, рефлексиясы, яғни өз әрекетіне сыни көзқараспен қарауы, осылардың барлығы бала өзі туралы түсінігін кеңейтуге жатады. Жаңа айтып өткендей, мұғалімнің психологиялық және педагогикалық шарттарына келетін болсақ, яғни психологиялық шарттары ең бірінші оқу мотивтерінің қалыптасуы жатады. Бұл жерде ішкі мотивтерді дамыту, білімге деген қызығушылығын және ізденімпаздығын, сол сияқты келесі рефлексияның дамуы, яғни оқушының өз әрекетін, оның тәсілдерін және де нәтижесін талдай білу қабілетін қалыптастыру. Келесі жаңада айтып өттік, өзін-өзі бақылау мен өзін-өзі бағалауды ұйымдастыру. Яғни сыртқы бағалаудан мұғалімнің бағасы мен ішкі бағалауы, өзінің бағасын көшуін қамтамасыз етуіміз керек. Келесі біздерде педагогикалық шарттарға, яғни оқыту мазмұнының сипаты дейді. Бұл жерде оқу материалының мәнін, жалпы ұғымдар мен олардың әрекет етудің жалпы тәсілдерін меңгеруге бағытталуы тиіс. Оқу іс-әрекетінің құрылымын қалыптастыру. Бұл жерде мұғалім оқушының оқу міндеттерін қоюды, оқу әрекеттерін орындауды және нәтижелерін бақылауды үйретуі керек. Келесі бізде проблемалық оқытуды қолдану. Ол дегеніміз дайын білім беру емес, яғни мәселелік жағдайлар туғызу арқылы оқушыны өздігінен ізденуге талпындыру, іздестіру. Яғни келесі бізде жетекшілік ұйымдастыру дейміз. Яғни мұғалімдер бұл кезде оқушыларға қолдау көрсету керек барлық жағынан, бастауыш сынып білім алушысы үшін. Яғни олардың күш жүйелеріне сенім білдіруі және жеке қабілеттерін ескеруі жатады. 11-ші дәрісіміз бойынша қорытындыға келетін болсақ, яғни бастауыш сынып жасындағы баланың оқу іс-әрекеті оның әлеуметтік және психологиялық дамуындағы ең іргелі шешуші кезеңдердің бірі болып табылатындығын біз білдік. Бұл кезеңнің негізгі ерекшелігі ойын іс-әрекетінің оқу іс-әрекетіне
көшуі, яғни бұл кезде мектепке дейінгі кезеңде айттық қой біз жаңа, негізгі іс-әрекет ойын болатын болса, бастауыш сыныптан бастап негізгі әрекет оқу іс-әрекеті. Яғни бұл ауысу бала психикасында, оның тұлғалық және танымдық салаларында түбегейлі өзгерістерді тудыратынын біз осы дәрісте байқадық. Олай болса, бұл бастауыш сынып жасындағы оқу іс-әрекетінің басты маңызы ол баланы дайын білімді пассивті түрде қабылдаушыдан білімді белсенді ізденуші, өзін-өзі реттеуші субъектіге айналдырады. Оқушы тек білім қорын арттырып қана қоймайды, өмір бойы оқуға қажетті интеллектуалды дағдыларды, яғни танымдық белсенділік, рефлексия, өзін-өзі бақылауды меңгереді. Осы қабілеттердің қалыптасуы бастауыш мектептің сәтті аяқталуының және орта буындағы оқуға психологиялық тұрғыдан дайындықтың кепілі болып табылады. Яғни бұл кезде бастауыш сынып мұғалімі, яғни сіздер болашақ маман ретінде міндеттеріңіз не дейтін болсақ, олай болса бұл кездегі сіздердің мұғалім ретіндегі міндеттеріңіз оқу іс-әрекетін дұрыс ұйымдастырып, баланың, яғни білім алушының ішкі мотивациясын оятып, оны өздігінен білім алуға жетелеу, үйрету, дамыту болып табылады. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяғына жетті. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз.